Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз ұсақ бұзақылықтан айырмашылығы. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы бұзақылық бұл қоғамдық тәртіпті құрметтемеу, яғни азаматтарға күш қолдану не қауіп қатер төндіру, сол сияқты бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру, барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасау секілді қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу әрекеттері. Бұзақылық жағдайындағы сот практикасы туралы Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2009 жылғы нормативтік қаулысының 2 тармағына сәйкес қылмыстық жазаланатын бұзақылықтың ұсақ бұзақылықтан айырмашылығының қоғамға қауіптілігін көрсететін айрықша белгісі бұл қоғамға деген құрметтемеушілікті білдіретін қоғамдық тәртіпті бұзу барысындағы ерекше дөрекелік. Қоғамдық орындарда былапыт сөздер айту, жеке адамдарға бостан-босқа тиісу, тұрғын үй жайларды, қоғамдық орындарды бүлдіру, ластау және айналадағы адамдарды сыйламау, қоғамдық тәртіпті және жеке адамдардың тыныштығын бұзу секілді әрекеттер болып тұрады. Енді осы әрекеттер біреудің мүлкін бүлдіру, құрту секілді зорлық-зомбылықпен қабаттасып кетсе, онда әкімшілік құқық бұзушылық шегінен шығып кетеді. Енді аталған бұзақылықтар қылмыстық бұзақылыққа жатады. Кінәлінің өзін қоршаған ортаға немқұрайлылық танытып, жалпыға бірдей танылған мінез-құлық нормалары мен ережелерін бұзуын қоғамды айқын құрметтемеушілік деп түсіну керек. Бұған төменде мысал келтірілген. Ерекше арсыздыққа, жалпы қабылданған моральдық нормаларды, мысалы науқастарды, қарттарды, дәрменсіздерді және тағы басқаларды мазақ ету сияқты іс-әрекеттер жатады. Сұрақтар бар. Практикада қоғамдық орындарда дөрекі сөз, мысалы былапыт пен сөз бостандығын қалай түсінуге болады? Бұл арсыздыққа жата ма? Былапыт сөздерді қолдануға қаншалықты рұқсат етіледі және қоғамдық орындарда сленг немесе жаргонмен сөйлесуге болады ма? Басқа арсыз әрекеттер болмаса да қасақана түкіру немесе темекі қалдығын лақтыру секілді әрекеттер ұсақ бұзақылыққа жата ма? Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс. Ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда былапыт сөздер айту, жеке тұлғаларға дөрекілік көрсету, тұрғын жайларды қорлау, қоғамдық орындарды, саябақтарды, алаңдарды ластау, соның ішінде қоқыс тастауға болмайтын жерлерге коммуналдық қоқыстарды шығару және басқа да осыған ұқсас әрекеттер қоғамдық тәртіпті және жеке адамдардың тыныштығын бұзады. Бұдан шығатын қорытынды. Бұзақылық бұл көлеміне қарамастан айтылған былапыт сөздер, тасталған темекінің қалдығы және арсыздық істемей түкіру. Бірақ бұл жағдайда бұл адам әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Тәжірибеден алынған мысал. 21 қыркүйек 2019 жылы сағат 15-те қоғамдық жерде, яғни Таман ауданының Қазпошта ғимаратының жанында Закиров темекі шегіп, темекінің қалдығын жерге лақтырып, жалпы аумақты ластап, басқаларға құрметсіздік білдіріп, қоғамдық тәртіпті бұзды. Қорытынды шешім. Сот Закировты Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 434 бабының 1 бөлігі бойынша 5 МРП АЕК мөлшерінде, яғни 12.625 теңге айыппұл салуға шешім шығарды. Тағы сұрақтар бар. Егер мемлекеттік өкіліктіктері жоқ блогер не қоғамдық белсенді өзінің танымалдылығын арттыру, контент жасау, жазушылардың санын көбейту мақсатында қандай да бір азаматқа сұрақ қойып, пікірлерін айтуды өтініп, мазасын алып және бейне жазбаға түсіріп алу секілді әрекеттерге барса делік. Мұндай әрекет қысым көрсету, қорлау болып санала ма? Және оны ұсақ бұзақылыққа жатқызуға бола ма? Жоғарыда айтылғандай қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке адамдарға тиісу,
тұрғын үй жайларды, қоғамдық орындарды ластау, бүлдіру және басқаларда құрметтемеушілік секілді қоғамдық тәртіпті және жеке адамдардың тыныштығын бұзатын басқа да әрекеттер зорлық-зомбылық немесе қорқытумен қатар жүреді. Бұл бөтеннің мүлкін құрту немесе бүлдіру секілді әрекеттермен бірдей деген сөз. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық шегінен шығып бұзақылық шегіне кіреді. Демек, бұл әрекеттерді ұсақ бұзақылық деп атауға болады. Бірақ бұл әрекеттер зорлық-зомбылық жасау немесе қорқыту, басқа адамдардың мүлкін бүлдіру секілді әрекеттермен қатар болса, онда ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне көрсетілген бұзақылық.